أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي барлық мақтау барлық мадақ күллі әлемдердің раббысы бүкіл әлемдерді жоқтан бар етіп жатқан мұқауин алла фатир алла ең бірінші болған әуәл ең соң болатын ахир алла әрбір жаратылысты қолдап қоршап жүретін хафиз алла әрбір бәле жаланың алдын алатын муддабир алла барлық мақтау бен өзіңе болсын қалаған құлын тура жолға салатын хади алла қалаған тура жолға салатын жолды жеңілдететін дәлел алла бүкіл нәрсе тек қана өзінің қалауымен болатын ирода алла өзінің қалауымен еш нәрсе болмайтын мәннан алла барлық жаратылысты сондай көркем түрде жаратылуға бейне беруші мұсауир алла пайғамбарымыз мұхаммед мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға алланың салауаты сәлемі игілігі болсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірбаянын жалғастырып жатырмыз. Бұл өмірбаян сіздермен біздің рамазанымызға өте үлкен септігін тигізіп отыр. Рамазан айы онсыз да өте құнды ай екенін білесіздер. Ал бірақ та Рамазан айында кім пайғамбарымызға көп салауат айтатын болса, салауатқа айтушының жанына міндетті түрде бір періште келеді. Пайғамбарымыздың есімі аталған жанына міндетті түрде нұр берекет келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтылған есімі қандай үйде айтылатын болса, міндетті түрде ол жерде періштелер Алланы зікір еткендей қоршап алады. Және Алланы және оның елшісін қандай жерде ол кісі туралы айтатын болса, ол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтқандай жәннат бақшаларына айналады. Пайғамбарымыз айтады, жәннат бақшаларының шетінен өтіп бара жатсаңдар, тізелеріңді бүгіп отырағаңдар дейді. Сонда жанында сахабалар, Алланың елшісі жәннат бақшалары не деген кезде, Алланы және елшісін зікір етіп мақтаған жерде сол жер міндетті түрде жәннат бақшасы болады дейді. Осындай жәннат бақшаларының ішіндегі адамдар жиналып Алланы зікір ететін болса, үш түрлі адам міндетті түрде сауап алады дейді. Бірінші айтушы мен сауап аламын. Екінші тыңдаушы сіздер сауап аласыздар. Үшінші осы микрофон арқылы далада кетіп бара жатқан адамдарға дауыс естіліп отыр ғой. Сол адамдарға да осындай сауап кете береді. Бұл деген Алланың кеңшілігінде сол жерде жанындағы отырған періштелер айтады ғой, Алла, осының бәрін күнәларын кешірдім деп осы хадистің аяғында айтылған кезде. Алла субхана тағала ол жерде өзінің тіпті жұмысы жоқ, жай ғана тыңдап кетіп бара жатқан адам бар еді дейді. Алланың ұлықтығына, пайғамбарының салауатына, құрметіне оларды да кешірдім деп айтады. Ал енді сен Алланың осындай ұлықтығының кешірімі өте мол қайсы ай? Рамазан айы. Мысалға Хасан әл-Басри өте ұлы табиғин, әулие кісі. Сол бір күні түсінде бір бейіттің жанынан өтіп бара жатып бір қызды көрген еді. Түсіндегі қыз, сол жерге жақында ғана көмілген қыз, өзінің оттан оранған киіммен көрген болатын. Сол жерде халдерің қалай деп қабірстанда халдерін сұраған кезде айтады, біз мұнда 5600 бір нәрсе адам жатырмыз дейді. Оның көбісі отқа оранып жатыр дейді. Яғни қабірлер тозақтың бір шұңқыры болып жатыр деп, сонымен біраз уақыттан кейін, күн өткеннен кейін қайтадан қызды сол түсінде көреді. Ол түсінде қыз жәннаттың киім киген, жәннаттың бір бақшаларында жүреді. Хасан әл-Басри оны түсінбей, ей қызым, сен алдында ғана осындай қиын жағдайда деп отыр едің ғой деп. Алла субхана тағаланың қалауымен біздің бейітіміздің жанынан дейді, бір адам, тақуадар адам өтті дейді. Аузы толған зікір екен, пайғамбарымызға салауаттары көп екен дейді. Пайғамбарымызға шын жүректен айтып отқан салауаттың құрметіне дейді. Мына жерде жатқан 5600 бір нәрсе адамның қабірі жәннат бақшаларына айналды. Енді ол пайғамбарымызға бір салауаттың құрметі өзі қараңыз қандай. Бір мазарда жатқан 5600 адамның жатқан жерін жәннатқа айналдырды. Ал біз 30 күн оразаның, 30 күн тарауықтың алдында пайғамбарымыздың өмір баянын еске алуға тырысып жатырмыз. Оның сауабы ұлан ғайыр. Оның сауабы айтып жатырмыз, әрбір амал ниетке байланысты. Біз осы сабағымызды бастаймыз деген күннен Алла бізге берекет үйіп төгіп беріп жатыр.
осы күннен бастаймыз дегенде Алла субхана тағала бізге жеңілдігін беріп жатыр. Тарауыққа келу адамдар саны көп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ол өзінің ерекше берілген бізге нұры. Кешегі сабақта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Эфиопия, Хабарстанға кеткен адамдардың артынан қуғыншыларды жіберіп, Нәжашиден алып қайтайын деген мүшриктердің әңгімесін айтқан едік. Соның ішіндегі Амр ибн Ал-Астың ешқандай шарасы қолданылмай, ешқандай нәтижеге қол жетпей, басын салбырақтап қайтып келген еді. Жанында жүрген адам ол жынданып жолда жоқ болып кетті. Ол деген сол кездегі мүшриктерге өте ауыр тиді. Мүшриктер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алып келген дінін тұншықтырайын десе, бұл дін қолдарынан суырылып, қолдан аққан су сияқты істей алмайды. Жан жақтағы бұлар дінді қанша жамандауға тырысқанымен, мынандай ғой, дінді сен жамандасаң да дінге көмектеседі екенсің. Ислам дінін сен жамандасаң да оған реклама жасайды екенсің. Ана кісілер пайғамбарымызды жынды деп, андай деп, мындай деп, Меккеден осындай бір өтірікші пайғамбар деп өзінде шығарып алған бір сиқыршы шықты, бүйтті, сөйтті. Ол да болса да реклама екен ғой. Қаншама адам не қалай дейді, Меккеде не болып жатыр дейді. Бәрін не болып отыр? Қызық болып отыр да. Одан да қызығы, ол шыққан адамның артынан ерушілерді отқа да салыпты, бүйтіпті, сөйтіпті десе, олар діннен қайтпай жатыр десе, аналарға одан арман, не деген дін мынау деп. Яғни бұл дінді қанша сен жамандағың келсең, соншама сен бәрібір де бұл діннің құдіреті алдыда жүреді. Бағанағы айтып ғой, бұл жерде нені айтқымыз келеді? Ислам діні сондай нәрсе, ол ешқашан өзінің жүруін тоқтатпайды. Мысалға, ислам дініндегі бір өте Юсуф деген сүре бар, яғни Юсуф деген пайғамбар бар, Жүсіп пайғамбар деп айтамыз, ең әдемі пайғамбар деп айтылады. Енді әлбетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан кейін. Сол Жүсіп алейхиссаламды дінін, ислам дінін ол кездегі тұншықтыру үшін бағанағы үйіндегі Зылиха деген әйел не істеді? Онымен ашына болып тиіскен еді. Сөйтіп түбіндегі ана әйелдің өзінің күнәсін мойындамай, бұны жала жауып түрмеге қамап тастайды. Білесіздер ғой әңгімесін. Осы түрмеге қамаған кездегі мақсат не еді? Бағанағы баланың өзінің істеп отқан нәрселерін тоқтату еді. Бір қызығы, ол түрмеге барып өзінің сахабаларын сол жақтан табады ғой. Сол жерге дінге көмектесетін, дінге келетін, сол түрмедегі отырған адамдар жанында оның ең мықты сахабалары, яғни артынан елетін бағана ізбасарлары, көмекшілері, діндегі сол кісілер болады. Сахаба деп тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ерген адамдар айтылады ғой. Сол сияқты пайғамбарымызға да қастандық жасаймын деп отырған сайын, бұлардың қастандықтары керісінше. Бұлар адамдар қашып барып Хабарстанға барған еді. Негізі олар дінді ағуаттап, дінді тарату үшін барған емес еді. Негізі мақсат мүшриктерден қашып барған еді. Түбіндегі оның жемісі Хабарстанның бағанағы патшасы бар, Нәжаши дейміз ғой. Сол Нәжашидің өзі исламға келіп кетіп отыр да. Негізі Нәжаши деген патшаның аты емес. Нәжаши деген титул. Титул деген король, хан, би, сұлтан деген сияқты, Нәжаши дегенде сондай титул. Сол титулдың иесі не болады? Ислам қабылдап отыр. Бағанағылар келіп, өздерінің бастары салбырап кеткенімен қоймай, ана жақтағы Нәжашиде исламды қабылдады дейді ғой. Мыналардың ызалары мына жаққа келді ғой. Мынау Мұхаммедті біз өлтірейік деп қындырайық деп отырсақ, уағалейкум ассалам. Бұның діні су сияқты қолдарымыздан өтіп жан жаққа одан арман таралып жатыр ғой. Енді біз не істейміз деген кезде, олар бағанағы Абу Жахилдің басындағы бастаған темасын ары қарай жалғастырып жатыр. Біз енді Мұхаммед алейхиссаламды кім қай жерде көрсе, сол жерде өлтірсін деп үкім шығарып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам деген өшпендіктер сондай, біз оны қай жерде көреміз, сол жерде өлтіретін боламыз деп. Абу Жахил ол жүр, кім оны өлтіретін болса, 100 түйе берем. Қанша? Қызыл түйе берем. Қанша ақша сұраса, сонша берем деп отыр. Бұл әңгіменің бәрі Абу Талибке жетті. Абу Талиб болса өзінің баласына ант еткен, бағанағы оны құтқарам деген баласы деп айтамыз, өгей баласын. Сөйтіп бірден Хашим ұлдарын жинайды. Хашим ұлдарын жинап келіп,
Мұхаммедті көрген жерінде өлтіреміз деп олар айтып жатыр. Сендермен алдында бәріміз келісіп едік. Енді тағы да сендерден сұраймын. Мұхаммедті біздің Хашим әулетінен шыққан бала болғандықтан бәріміз өз денемізбен, күшімізбен оны қорғаймыз ба деген кезде бәрі бір ауыздан қорғаймыз, бітті деді. Сөйтті де Меккенің сыртында, Меккеден тура санаған кезде 3 километр тауға қарай жағында Шиғып деген жер бар. Ол аудан деп аталады. Абу Талиптің ауданы бар. Шиғып деп аталады. Сол Шиғып деген ауданға Абу Талиб пайғамбарымызды сол жаққа сахабалармен шығарып, өзі сол жаққа адамдарды жинай бастайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол жерде сахабалармен отырған кезде қалған Хашим ұлдары да сол жаққа ақырындап жиналып жатқанын білген мүшриктер бірден өздері де адамдарды жинады. Адамдарды жинап, Хашим ұлдары мына жақта жиналып жатыр. Ана жақта осындай жерде өздері аудан